Құрметті қыздар, менің есімім Нұрымбек қызы Аршын. Жаспер бағдарламасы бойынша педагогпын. Сіздерге Жаспер бағдарламасының пицца ойынын көрсеткім келіп тұр. Әрине, менің балам Сабина. Сабина мінезі жұмсақ, орындыққа отырады, кабинетке кіргенде истерика шығармайды, және де ойыншықтарды лақтырмайды. Әрине, әр бала әртүрлі. Кабинетке келгенде бірінші бала жылайды, столдың үстінде тұрған ойыншықтарды лақтыру мүмкін, ештеңе етпейді. Лақтырылған ойыншықпен бірге, баламен бірге қайтадан партаға әкеліп қоямыз. Егер бала ойындағысы келмесе, басқа ойынды көрсететін болса, баланы ешқашан қалай айтсам екен, шектемейміз, қыспаймыз, таңдаған ойыншықты алып, егер ол бала партада отырғысы келмесе, орындықта кешірмекем, жерде отырып ойнағысы келетін болса, баламен бірге жерде ойнаймыз. Егер бала жаңағы таңдап алған ойыншықты жерге қойған сәтте ойнамай қайтадан парта орындыққа отыратын болса, қайтадан баламен бірге орындыққа отырамыз. Жарайды ма? Менің бағдарламамның міндеті баланы еркіндікте, ешқандай шектеусіз жаңағы үйрету мақсатында жүргізіледі. Және де балаларда келген кезде фраза болуы мүмкін. Екі фразалық, мама бер. Мысалы үшін, біз сол жаңағы мама бер дегенде тағы да үшінші, төртінші, шама келсе бесінші, алтыншы сөздерді үйретуге, ойын арқылы үйретуге тырысамыз. Әрине, бесінші, алтыншы сөздер сирек кездеседі, мектепке баратын балаларда ғана. Ал былай жаңағы үшінші сөз, төртінші сөз арқылы осы шайдың көлемінде ілестіріп кетеді. Және де словарный запас деп айтты ғой жаңағы. Соған, мысалы үшін, овощтарды білетін болса, білеміз, огурцы, помидор, капуста. Осы шақ түрлін білет. Қалған сладкий перец, баклажан, брокколи деген нәрселерді біз таңсық балалар біле қоймайды, и оны үйде ата-аналары тамаққа қоспайды. Біз соны ойыншық арқылы, тамақпен ойнау арқылы көрсетіп, баклажан не екенін, сладкий перецтің не екенін көрсету арқылы үйрететін боламыз. Так, сіздерге енді пицца ойыны. Бала кабинетке кірді, отырды. Сәлем, Сабина. Сәлем. Бала сәлем деп айту керек, я болмаса жан-жаққа көрсетеді. Жарайсың, сәлем. Біздің қабырғада 3 картинка болады, жануарлар. Егер бала қарап атқа сәлем дейтін болса, сіз аттың рөліне кіресіз да, сәлем, Сабина. То есть сіздің бет пішініңіз всегда күліп, и бала сізге қараған кезде көңілді отыруларыңыз керек. Біз ойыншықты бастамай тұрып, бірінші көрсетеміз. Сабина, вау, не бұл? Пицца! Пицца, молодец, жарайсың, біз как дайындаймыз. Кастрюль. Бұл указательный жест, көрсету жесті. Балаларды көбінесе бола қоймайды. Немесе мамасының қолымен көрсету мүмкін. Балалар, кейбір балалар указательный жесті қолмен, или сіздікі жай ғана бүйте салады. Сол моментте сіздер егер сол ұсынылатын нәрсені бүйтіп қолмен көрсету арқылы көрсетесіздер. Любой зат, любой. Даже былайда. Кастрюль, жарайсың. Кастрюль қосамыз. Пеш. Айтасыздар, қандай пеш? Көк пеш. Любой заттың түсін, атын айтасыздар. Егер ол бала ням-ням-ням-ням дейтін болса, значит, ол оның газ екенін біледі. То есть үйде оны қолданады деген сөз. Сіздер айтасыздар, ыстық. Қайталайды. Ыстық. Қосамыз. Дауыс айтасыздар. Қоямын. Сосын, біздің қолымызда егер ойын барысында сіздерде сұйық болмайтын болса, ауадан аласыздар, я болмаса кубик, не болмаса ручка, замена аласыздар да. Май құямыз, сұйық май. Ыстық, ой-ой-ой, ешкінің аузы күйіп қалды, я? Қосамыз, ашамын, қоямын. Молодец, Сабина, араластыр. Нем-нем-нем-нем. Ана, қайталайды. Вкусно. Молодец, Сабина, ешкіні тамақтандырды, сиырды тамақтандырды. То есть сіздер бала нені тамақтандырады, соны автоматтың түрде айтасыздар. Сабина, колбаса, дай.
бер, қояды. Қоямыз. Колбаса. Ням-ням-ням. Тәтті. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Қандай тәтті, молодец. Сабина, помидор. Красный помидор. Дай. Молодец. То есть біріншісінде былай көрсетті, екіншісінде ол указатель сұрау жүйесін көрсетпеуі мүмкін. Сол моментте сіз қолдана аласыздар да? Бер, любой зат, не только помидор. Қоямын. Сыр. Көрсету жесті. Сыр. Сыр. Дай. Бала кейбіреулері береді, кейбіреулері бермей, өзі қоя салады, ештеңе етіп. Сол тура сол объектіні аласыздар да? Сыр. Молодец, сыр. Бізге сұйық май қайнады. Помидор саламыз. Бізде помидорлар піседі. Араластырады Сабина. Ням-ням-ням-ням. Қандай тәтті. Жабамын. Пісін. Шай. Шай ішеміз екеміз, я қазір. Шайның. Құямын. Буль. Или деу мүмкін. Баланың қайна қарай. Шай. Либо кофе, либо өзің жақсы көретін сок. Қандай сок жақсы көреді? Алма согын жақсы көреді, морковный сок жақсы көреді. Любой сок можно заменить на чайникті. Или кушать сок. Алма. Сенбеш. Молодец. Сосын, ішіп болғаннан кейін объектіні алып тастаймыз. Бұл екені, бұл нәрсені біз ойнап біттік. Біз толық әлі пиццаны жасаған жоқпыз. Толық құралған жоқ әлі бізде. Сондықтан арасында тамақ дайын болғанша сіздер осы кружкамен шай ішуге үйренесіздер. Бұл кружканың бірінші сабағында жасыл болады, келесі сабақта сары болады, өткен сабақта көк болады. Егер бала түс білмейтін болса, жасыл. Кружка. Тәтті. Мен жасыл кружкадан сок іштім. Егер бала мектеп баласы болатын болса, кішкене фразалықтан қиын болатын болса, сосын мен Аршын, айтуыңызға болады. Аршын жасыл кружкадан сок ішті. Қандай тәтті. Аршын молодец. То есть мектеп жасында 2-3 фразалықты құраған кезде қиындық туады, сол кезде ойын арқылы. Әрине бұны мектеп жасындағы балалар кружка екенін біледі, ішу керек екенін біледі. Бірақ кім ішіп отыр? Мама ішіп жатыр, не болмаса Ибрахим ішіп отыр, Или бала қайталау мүмкін. Ибрахим, сок, іш. То есть шашыраңқы фраза, сіздер соны айтасыздар. Ибрахим жасыл кружкамен сок ішіп отыр. Қандай тәтті. То есть сіз не мотсаңыз, оның дауыс дейтсаңыз, балаға қатты әсер етеді. Егер былай айтсақ, Ибрахим жасыл кружкамен сок ішіп отыр. Сізден әсер етеді. Ол керісінше ызаланады, одан сайын жынданады, мынаны лақтырып жіберуі мүмкін. Сосын пицца ойыны балаларда толық тез қоя салынады. Любой бала тез қоя салады. Оның түсінбейді не екенін, мынаның лук екенін, пияз екенін, олар түсінбейді, чисто қоя салады. И біз айтамыз, мынау кастрюльде қалды ғой, пісіп жатыр ғой. Бізде дайын, ашамыз. Бала не істеді? Айтқан жоқ, ыстық екенін, кастрюльден алды да сала салды. Ыстық. Қайда бізде қасық, қайда қасық? Қасық. Қай қасықты керек? Қай қасық керек саған? Қызыл? Фиолетовый? Молодец. Аха, қызыл. Егер фиолетовый деп айтып, я болмаса айтпай кететін болса, баланың қолына қайтадан жұлып алынған қасық болатын болса, сіздер оны түсіне айтасыздар. Қызыл қасық, Обычно бір сұр қасық қана болады ғой біздің өмірде. Бұлай енді ойын арқылы солай болады. То есть бізде пицца дайын. Пицца дайын, Сабина молодец, біз жасадық. Біз микроволновка керек болмайтын болса, берем. Бала бұны түсінбейтін болса, алып тастайсыздар. Пышақ. Молодец, бер. Бала айтпауы мүмкін, тек жест көрсетуі мүмкін. Сол кезде бер деп айта саласыздар. Кесеміз. Дауыстайсыздар. Бала кесіп
келгенше тосасыздар, иә. Бала обычно алады, жейді, животныйларға бере салады, или лақтыра салады, иә. Сіз тосасыздар. Тарелка. Бер. Бер. Молодец. Бірінші тарелка екенін айтасыздар. 10-12 ойын өткеннен кейін сіздер оның түсін айтасыздар. Жасыл, қызыл, сары, разноцветный болады, иә, тарелкалар. Сосын бала бұны салмауы мүмкін, жанына қоя салады. Біз тарелканы үстіне қоямыз. Пицца дайын. Молодец. Ой, бізден ол көп, мен тоям. Жоқ, біз оны кімге береміз? Ешкіге береміз. Ешкі қайда? Егер сізде артық тарелка болатын болса, ешкіге салып бересіздер, жарай ма? Ешкі жейді. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сиыр жеп жатыр, молодец. Ням-ням-ням. Аршын пицца жеп отыр. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Сабина пицца жейді. Я, былай қарап отырсаңыздар, бұл бала партаның үстінде отыр, иә? Біз толық ойнап отырмыз. Кейбір балалар болады, шашып тастайды. Вообще ойнамайды. Біз тек қана бірақ объектімен ғана ойнауымыз мүмкін, мыналар болмайды. Тек қана мынаны жабыстыру арқылы бірінші осының пицца екенін, мынаның начинка екенін, содан кейін барып, ойын егер құралатын болса, мынаның брокколи екенін үйретеміз. Но бұл өте долго болады. Брокколиді білесіздер, біле қоймайды. Овощтардың тек қана сол жаңа ұшақ түрін білеміз. Помидор, огурцы, лук, морковь. Морковьті да шатыстырамыз иногда. Брокколи, сыр, колбасаны да тоже. Колбасанды можете айтуларыңызға болады, сиырдікі, жылқыныкі деп. Егер бала мектеп жасында болатын болса. Біз осының бәрін тез-тез жейміз. Молодец, Сабина, сен жарадың. Всегда, егер ойынды толық алып шығатын болса, молодец. И ол балаға қолынан келгенше не қызығы оған. Можете чайникті қайтадан беруге. Чай. Ждете. То есть, беріп тұр, кейбір балалар бермейді, просто или лақтыра салады. Сіздер керісінше лақтырса да, ішемін, чай. Ой, қалай жылы. Қалай сіздің неңізді. И келесі 5-ші, 6-ші, 15-ші занятияға келген кезде мұна шайнектен шай ішіп отырғанын, то есть ол түсінеді. Ал егер мұнаның кружка екенін түсінбейтін болса, мұнаны шайды қойып ішуді ол балалар түсінеді. Как рет жай ғана күнделікті ішу сияқты есептермен болады. Сондықтан бірінші түсін үйретесіздер, мұнаның кружка екенін үйретесіздер, содан кейін барып шай құясыздар. Бұл барын барлығы бітеді, молодец, тез-тез бала алданып отырады, Сабина сияқты бір орында отырмайды, жан-жаққа қарап отырады. Сол моментте тез-тез қолдағы объектілердің барлығын алып тастайсыздар. Бізде жеткілікте тек қана ыдыстар қалады, жуамыз. Ух ты, молодец, Сабина, біз жедік, я? Біз енді қазончықтардың барлығын жуамыз. Кір болып кетті, ой-ой-ой, не істейміз? Жуамыз. Егер қолдарыңызда үлкен кухнялар болады, сол жерде су құйып ойлауларыңызға болады, сол жерде жуып раковинаға төңкеруге болады. Егер ол бала оған көнбейтін болса, ойдан ойша су ағып тұрған, я болмаса шайнектегіні қайтадан аласыздар, су. Бұл бала жуады, я, то есть үйде бұл бала көріп жүр, ыдысты қалай жуу керек екенін. Ал егер бұл бала жумайтын болса, ешқандай нәрсені түсінбейтін, жуудың не екенін түсінбейтін болса, бұл шайнекті алмайсыздар. Желательно қолмен жуамын. Молодец, сен қасық жудың. Айтып отыруларыңызға болады. Сен тарелка жудың, сен кружка жудың, сен сковородка жудың, қоңыр сковородканы жудың, жарайсың, сен қақпақ жудың, жарайсың, сен кастрюль жудың, жарайсың. Сосын соңында плитаны сөндіреміз. Ол сиырды сөндіру мүмкін өзінің орнына. Сиыр плитаны сөндірді, жарайсың. И арғарай сабақ бітпейтін болса, келесі ойында кете бересіз. Стоматология, бассейн, простой ойын болады кубиктармен. Башня құрау арқылы, я болмаса кубиктармен по цветам ойнауларыңызға болады. Қолда қандай